Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Асел. Бүгін тауық етінен осындай шашлик дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге тауықтың 3 аяғы қажет болады. Оның керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Май, басқа да жерлерін алып тастайтын боламыз. Бізге тек қана еті керек. Еті мен сүйегін ажыратып алып, мясорубкадан өткізетін боламыз. Менде осы 3 аяқтан 650 грамм таза ет шықты. Сонымен қоса пияз және де 4 тіс сарымсақты, тісше сарымсақты бәрін мясорубкадан өткізіп аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш көз мөлшерімен қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қасықпен араластырып болғаннан кейін қолымызбен 2-3 минуттай ұрғылайтын боламыз. Котлеттің еті құсатып, сонда шпажкамызға жақсы жабысатын болады. Осылай ұрғылап алғаннан кейін 2 пакетке бөліп салып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқалап салатын боламыз. Морозильникке 2 сағатқа сап аламыз. Қатты қатырмаймыз, осы 2 сағат бізге жеткілікті. Одан кейін пышақпен бөліп, осылай шпажкамызға орналастыратын боламыз. Қолымызды бір сулап алып жабыстырсақ, шпажкамызға жақсы жабысады. Барлығын бір тегіс қылып орналастырып болғаннан кейін морозильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Менде барлығы 9 штук шықты. Морозильникке 1 сағат қойып алғаннан кейін осылай пешіміздің решеткасына барлығын орналастырып шығатын боламыз. Шпажканы 4 сағат суға салып қою керек еді. Мен салмаппын. Сол себептен мен фольга орап шықтым шпажкаларға. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің арнама тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыз. Осылай барлығын орап болғаннан кейін пешімізге салатын боламыз. Астына өзінің қалыбын сап қойыңыздар, майы ағып кетеді. 15 минут астын, 15 минут өткеннен кейін үстін аударамыз. Барлығы 30 минутта піседі. Шашликтеріміз дайын болғанша жанына пияз майдалап турап 9% уксуспен араластырып қоямыз. Осылай біздің шашликтеріміз дайын болды. Күрішпен немесе картошкамен ұсынсаңыздар болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін.